Қазақ айтады ғой, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Ал соған байланысты біздің Шәкәрім атамыз бай дейді. Жақсы ойла дейді. Егер сен жақсы ойласаң, онда сенен жақсы сөз шығады дейді. Ал сенен жақсы сөз шықса, онда сенің жақсы мінезің қалыптасады дейді. Ал сенде жақсы мінез қалыптасса, онда сен өзіңнің тағдырыңды жақсылыққа өзгертесің дейді. Мына біздің қоғамда қазір адамдар стресс, депрессия, уайым, қайғымен жүреді да, күнделікті тіршілікті осылай күрделендіріп, проблемаға айландырады да, жақсы ойлауға шамасы жетпей қалады. Сөйтеді да өзінің тағдырын жаман жаққа бұра бастайды. Ал осыны өзгерту жаңағы Шәкәрім атамыз айтқандай, ол өзімізге байланысты. Сондықтан өмірде ең бастысы қазір бізге тек қана жақсы ойлау керек. Одан кейін ары қарай жақсы сөйлеп, жақсы мінез қалыптастырып, тағдырды да жақсылыққа өзгертуге болады.